Туғандар, замандаштар, ассаламу алейкум. Тескор каналы бұл чыгарылышта Чүй облысындағы Беловодск айылынан сатыла тұрған заманбап сарайды көрсөтөт. Сіздер заманбап сарай, içinde бардық шарты бар, жана ошондой эле жашай турган үйү бар жерди көрүңүздөр келип жатабы. Тескор каналы төмөндө аталып өткөн сарайды көрсөтүп берет. Анда эмесе сиздер так адрести билип алыңыздар. Бул Беловодск айылындагы централдык светофор. Бул жактан Бишкектен келип туруп, тоо тарапты көздөп, Ленина көчөсү менен өйдө чыгып кетесиздер. Бул жака күнбатышты көздөй кетсеңиздер, Карабалта жана бул жагында Беловодскийдин базары жайгашкан. Жана биз айткандай эле Беловодскийден тоодо көздөй келе бересиздер. Темир жолдон өтөсүздөр. Темир жолдон өтүп бир аз жүргөндө үйлөр бүтө баштайт туугандар. Мына ушул жерге келгенде бир знак бар. Беловодск айылы бүттү деген. Мына ушул жерге жетпей күнбатышты көздөй буруласыздар. Оң тарапка. Түз барганда оң тарапта сарайлар турат. Биринчи дарбаза эмес, экинчи дарбазага кире бересиздер. Бул жерден биз 100-120 метрдей күнбатышты көздөй келдик. Жана айтып өткөндөй эле экинчи дарбаза дейт туугандар. Мына ушул жерде ачык турат. Бул негизи кызыл дарбаза. Мал тарапка, сарай тарапка кирет. Ал эми бул жактан калиткадан жашоочу үйгө кирет. Азыр ээси дал ушул жерден бизди тосуп алды. Ээси менен биргеликте толук маалыматты бермекчибиз. Сиздер азыр жөн гана тамчанып карап туруңуздар, ичине киргенде өтө кооз нерселерди көрө аласыздар. Анда эмесе ээси тосуп алды. Ассаламу алейкум аке. Алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Маламан тынчпы ичинде? Тынч, жакшы. Сарай жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Биз келдик эми. Экөөбүз бир көрсөтүп чыгалы. Хорошо. Сатыкка койдуңуз. Ооба. Бул сарай. Малчынын үйү дедиңиз бул жакта. Бул жакта эс алуучу үй бар дедиңиз. Бар. Мындайча айтканда, толугу менен айтканда кашар деп коет дедиңиз, э? Кашар үй, эс алуучу жайы бар. Малчын үй бар. Өзүм келип эс алып турам. Өзүңүз ушул жерге келип эс аласыз. Ооба. Очокканасы, киргенде көрөсүңөр. Киргенде таң калабызбы? Кудай кааласа, таң каласың. Бисмиллахиррахманиррахим. Сарайдагы чоң. Канча соток өзү? 42 сотка. 42 соток. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Биринчи үй жакты көрсөтүп алалы, андан кийин сарай жакка өтөбүз. Киргенде байкадыңыздарбы бул жак өзгөчө болушуну? Карап туруңуздар. Сиздер унчукпай көрүп туруңуздарчы. Биз да канча-мынча сүйлөп көрүп, тамшантып сиздерге көрсөтүп коелу. Могул жакты караңыздар. Киргенде эле могул көзгө урулат экен. Мындай мал сарайга деле эч ким мынтип курбайт, э? Ооба. Бул жакты эс алайын деп курдуңуз өзүңүз. Ооба. Эми сатышка туура келди. Сатышка туура келди. Бир четтен баштай берели. Сарайга барганда таң каласыздар азыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Түп киргенде караңыздарчы, унчукпай көрүңүздөр. Көз менен эле карап отура бериңиздер. Бул летний кухня, э? Летний кухня, эки казан бар, барбекюсу бар. Тиякта шашлык да бышырып берет. Тияка шашлык да бышырылат. Биягы эме? Отун гана. Вытяжка иштейт, а? Жакшы суроо. Бул жакта отун гана кылып коюптур. Бүт шарты түздүк деди. Бул ремонт качан бүттү? Канчадан бери жашап атат? 1 ай мурун бүттү. Быйыл бүттү, жакында эле. 1 ай мурун бүттү да. Кухня немелерди да коюп алыпсыз. Мен келгенде муну летний кухня плюс гостевой деп атап койдум. Могул жакта өзүнчө гостевой бар экен да туугандар. Мындай нерсе редко туугандар. Көрдүңүздөрбү? Негизи кооздукту сүйөт окшойсуз, э? Ооба, тазалык, кооздук Билинип турат. Кана туугандар, ушундай жерге ээ болуңуздар келип атабы? Чет өлкөдө жүрүп акчаны топтоп, ушундай жер самып атасыздарбы? Булагабыз ушундай жер сиздерге даяр кылып жасап коюптур. Эми сыртка чыгалы. Бул жерди көрүп чыкты окшойт. Кийинки үйлөргө шашалы. Бул летний кухня плюс гостевой метр квадраты канча узун туурасы? Бул болсо 5 9га. 9га 5. 45 метр квадрат болуп калат. Үйдүн алдыдагы брусчатка. Бул жакты жаңы бүтүп гүлдөр быйыл эле тигилиптир да? Быйыл тигилди. Могу сирендер чоңойсо кийинки жылга вообще башкача болуп калат экен да. Болот да эми. Гүл. Мына летний эме отурганга. Бул жерде бир, могул жакта бирдик бар экен, өзүнчө. Бул жак двухсторонка экен. Могул жакка дагы уже шебен төшөпсүз. Кар жаганда өзүнчө мындай силип кете турганда кылып койгон. Тетиги жамгыр суусу да ушул жактан түшөт экен. Ошол кетет, тияка да кетет ал. Бул жак обшивка болгон. Үстүнөн сквозняк болбойт экен эч качан. Анан бул үйгө келдик, бул жакта счетчик турат, трехфазка экени билинди. Трехфазка жакында бияктан счетчик кылып заземление кылдырткан. Мынакей жагы турат. Мына кирип турат.
Bir жума болуптур. Бул жак отдельно бөлгөн экенсиз да бул жакты. Бияқта отдельно бөлүп, конок келгенде, өзүм келгенде эшке үйгө ысыкта отурбай берге эшке отургандай кылып лайыктуу кылып жасагам да. Өтө жакшы келтирипсиз. Могу үйдүн алды навес сыяктуу экен. Үстүн да бир карап коюңуздар. Бул жак келгенде жатып уктап кете турган жерлер да. Ооба. Бул жак временка деп коюпту. Артын көрсөтүп коелу. Жаш арчалар тигилиптир. 2-3 жылда кыскасы бул жакты элестетип көрүңүздөр. Жаш көчөттөр отургулуптур. Көпчүлүгү көктөгөн. Бул үйдүн септиги 2-3 кальцо турат. 3 кальцо. 3 кальцо турат. Бул жак негизи таш болуш керек, жери. Сиңип кетет тез эле. Сиңип кетет. Өтө жакшы. Ичинде көрсөтүп коелу. Временка канчага канча бул эми? Үй деп коелу, үй. Үй да бул Uzun turaсын билесизби? 8-ге 6. Вот туугандарына көрдүңүздөр. Бронированный эшик. Бисмилла деп кирели. Жаңы коюлуптур баары. Шарттын баары түзүлүптүр. Кирип карап чыгалы. Бул прихожка. Прихожка, теплый пол. Теплый пол асты? Оо. Сиз бул жактын ремонтун келтирген турбайсызбы? Кысыңыз өтө жакшы экен. Жакшы ремонттопсуз. Өзүңүз көзөмөлдөп ремонттоттуңузбу бүт баарын? Ооба. Асус кафель теплый пол. Теплый полдун головной бул жакта турат. Сол тарапта санузел экен. Мына. Бул жак душевая кабина, Душевая кабина. Тетякта вытяжкасы менен экен. Вытяжкасы менен. Жакшы жасапсыз, жакшы. Болгону булар ээсине эле күтүп турат экен да азыр. Тушка киребиз. Бул туш тарапта эмне болду экен? О, компотторду караңыздар. Ысыкта бирисин ачып ичип кетишиз керек экен, Обязательно. Кудай каласа. Могу кухонный мебелдер, ичинде дагы өзүнчө кухонный мебель бар экен да. Бул жакта да чай ичсе болот экен, Болот. Идиш аяк коюп, асты ламинант. Бияк болсо отдельно Отуруп, чай ичип. Бала чака менен келип алып кеткенге өтө жакшы экен да. Негизи бул жак Беловодскийдин үстү тарабы шамал жүрүп салкын экен, Салкын. Бул жак жакты мага. Свежий воздух. Ооба. Келгенде сездим. Кетким келбей жатат бул жактан дагы. Бул өзүнчө монтип эс алып, телевизор көрүп, олтура турган жер экен, Ооба. эс алуучу, уктоочу бөлмө. Сиздер жөн гана суктанып карап коюңуздар. Негизи бул жерди сатып ала албасаңыз дагы, негизи проект катары проектин урдасаңыздар болот экен, Кудай каласа. Өтө жакшы. Мага баарынан дагы мына курганыңыз жакты да. Курганда дагы сиз кирпичти не кылып койгонсуң? Жалтырат. Көз бурат экен. 3 түмба кылып туруп, алифтеп туруп лактап койгонбуз да. Бул оңойлуу турбайбы? Эске алыш керек экен, Оңойлуу. Эми бияка внимание кылып, көңүл кылып, атышымдай көңүл менен жасасак бар болот да. Ооба. Келтирипсиз. Эми биз акырын өзүнчө мал тараптын территориясын өтөлү. Негизи 42 соттун ичинде бар, могулар да 42 соттун ичине кирет. Сотканын ичинде бүт бар, бул да кирет. Эми ушул жерден пайдаланып документти сурап коеюн. Участоктун кызыл китеби барбы? Бар, кызыл китеби бүт бар. Бар экен. Коммуникацияга токтолсок. Бүт бар. Суу бар. Суу бар. Электр жарыгы 3 фазка дедиңиз. 3 фазка. Мына Газ кайга келген, газ? Газ болсо нар жактан. Көчөнүн үстүндөбү? Көчөнүн үстүндө. Тартырыш керек. Ал оңой эле. Акчасын өтөлсөңүз тартып берет. Сразу тартып берет. Тартып беребиз дейт, мен аны кое тур деп койдум пока. Азыр канализациянын ордуна септикпи сизде? Канализациянын ордуна септик. Азыр эми сууду водопроводпу же скважинабы сиздики? Водопровод келет, өйдө жактан биринчи ушу бизге келет да, суучу. Мынакей бияка келет, анан кийин бул малчынын үйү деңиз. Үйү жаңы салынды тоже 1 ай болду. 1 ай болуптур. Үйдүн обшивкасы менен сыртын да шулап жылуу кылып бергенсизби? Жуп-жылуу да, ичем сонундачы. Сыртыны, артыны көрүп алалы биринчи киргенче. Узун туурасы канча бөлмөлүү бул? 9-6га. 9-га 6 деңиз. 9-га 6-ны көбөйтсөңүздөр метр квадраты чыгат. Мунун ичинде дагы санузел кылып, өзүңүздүкүдөй кылып, условияны кылып бергенсизби? Эми барганда ичинен көрөсүз да. Азыр эми могу головнойбу? Бул головной. Бу жактан болсо, тияка үйгө кетет биздин үйгө. Рабочий үйүнө кетет, сарайга кетет. Могул жак сарай. О, сарайды көрдүңүздөр, сарайдын алдында площадка. Эми малчын үйүн да көрсөтүп коелу. Кааласаңыздар, өзүңүздөр сатып алып, өзүңүздөр ферма кылсаңыздар, 2 үйдө жашайт экенсиздер да, Ооба. Бул прихожка. Бул прихожкасы малчынын. Ох, чочутат го.
Bismillahirrahmanirrahim. Бұл жаққа кіреліше, кіргенде прихожка. Мына туғандар. Оңға солға бөлінеді екен. Оңға кіреміз. Оңға кіргенде телевизор қойылып тұрады. Мына бұл жақты да келтіріп қойып тұр. Кенен бөлмелер екен, ә? Ага. 9-ға 6 дедіңіз біле? Бұл жақта не бар, парда тосын? Бірақ болса душевой. Үткен бі? Ага, мына. Душевой кабина екен. Айрыстандар қойылған. Мына көрдіңіздер, бұл жақта жуынып, тазаланып, үт шарт бар. Еме бұл жақты қараймыз. Сол тарапта үй. Негізі печка қойылыш керек ұқсайды, ә? Печка қойылады аскында. Қойып қойыз. Қойып қойыз, құдай қаласа. Бұл да бір ай болды тұрғызылғанда, жаңы. Жаңы тұрғызып. Ол жақ кухня тұрбай, бә? Кухня. Малчының кухнясы. Бұл бышқан кірпіштен тұрған бұл, қандай? Стена. Стена болса, жаңағы кірпіштен да жаңағы лай, саман. Демек, бұл қышта жылу, жаза салқын болады. Қышта жылу, жайда салқын болады. Наушондан екен, да? Мұны кеулер пақса, кеулер бышпаған кірпіштер қояды. Мына шындай туғандар. Еме көрдік бұл жақты. Біз ертерек сарайға шашалы. Сарайдың ішіне кіріп дағы бір жол тамшанып қояды. Бұл Кенен Тұрбаев, сіз мол жақты ғы қылып, отдельно четко қылып қосып қойсыз, ә? Мол жақтар Кенен екен. Бұл жақта машинелер бар екен, бұл жақта сарай кеңір кіріп шыққан. Анан вагоныңыз қандай? Бұл вагон үйлер салынып атқанда строительдер вагонға жашачы да. Бұны алып кетесіз, қалау? Жоқ, бұны алсам қалбайды бұл өзінше. Алып кетесіз. Сарайды баштап қойылы. Менің ойынша бұл жақ сарай. Бияқ сарай, бияқ Сеневал. Сеневал, Г формасында түшкен. Тетік жақта малдың қалдығы шықчу. Ал болса, свалка. Сол жаққа төгіледі. Баяғыдай, азыр көп қылып баяғыдай слив сияқты қылып қойады. Сізде қылғансыз ба? Малдың сидеге де тұрған. Малдың артқан су, бүт парашо сливка барады. Ана сливті барғанда көресіңер. 100 кубтық слив бар. Ичі сонын, өте сонын генен. Ал солдырып алғаны өже сіңіпті кете береді? Сіңіпті, жерге сіңіп кете береді. Так, бірінші жақтан баштайлы. Бұл Сеневал арқы жағы жауық. Демек шамал мол жақтан ұрады. Келгенде көз шамал тибей қалады деген, ә? Еме арғандайда бияқтан да тоғы тараптан да ұрады, бияқтан да ұрады. Бияғы Сеневалға 5 мың түк батады. 5 мың түк. 5 мың түк батады екен. Жемқанаңызда бар ба? Жемқанаңызда бар. Жемқана деңіздер. Біз бұл жақта да біраз сіздерге көрек малымат алып береміз. Сарайдыңдағы сіздер проект нұрдаңыздар қантып құрады, қантып құрдырады. Өзіңіз малға қызығасыз ба? Оғады. Малға қызыққан адам малдың условиясын жақсы түзіп берсе керек. Так, мол жемқана ұқсайды, закрытый. Жемқана. Камера бар ба? Камера бар беді. Сіз жемқананы açыңызшы. Ама ойларды бір четтен көріп қойыңыздар қызығып. Қазір кіреді жемқананы көрсетіп. Жемқанаңыз қанша тонна жем батады? Берге 200 тонна батады да. 200 тонна батады дейді. Ой, мұна. Жемнен дағы түріден қойыпсыз. Ана моғы дробилкаңыз өзгөчө го? Бұл трехфазный дробилка. Тетігі турбо болса шинектеп қойды. Берден салынады, айланып барып тұрып деген жаққа чөтке тойып. Жаңақ дробилкаларында қаншалық майдалау бойынша дағы емесіге көптер мани береді. Майда қылады екен, байқадыңыздар ба? Дробилка күшті оқшайды, а? Күшті дробилка. Трехфазка деді. Так, 3, 1, бұл жақ 1 жем бөліне тұрған жақ. 1, 2, 3 жөн жем бөліне тұрған жақ, ама ояқта біраз чақанырағы бар екен. Талқаланған. 200 тоннаны батады дедім. Ол жақтан биік екен. КамАЗ кіріп төгіп шығып кете береді екен, а? Машина кіреді, КамАЗ кіреді. Любой машина кіреді, төгіп шығып кете береді да қайра. Биік деген қарағансыздар. Бияқта да камера бар. Деген екен. Қарап тұрады мұна. Қарап тұрады камера. Анан бұл дробилка, мысалы, 1 тонна жемді қанша саатта дробилка майдалап өтеді? Еме 1 тоннаны где-то 30-40 минутта бітіп қойды да. Батылда бір. Жем тартып жүргендер 20 минутта шытыр етіп қойды екен. Батылда бір. 10 шаққа болса бір 5-10 минутта бітіп қойды. Аябай қатым етеді да. Положениялар бар. Ақырын жылтырып қойыр өресің, шоға жараша іште өреді. Бір-екі іштесі үйрен олады. Так, бұл сарай. Сарайға кірерден бірінші қанша баш бұқа батады, қаншаға қанша размері мұның?
Бияқтығы 35 uzunu. Aha, 35 uzunluğu. 23 Turası. турасы. 35'ke 23. Qancha baş buqaga layıqtaştırılgan endi? Берде 100 баш буқаға лайықталған. Demek munoğu jamgırdan su sağa turgan yerlerге daha көңіл бұрып қылып қойыпсыз. Sizге молодец. Келтіреді екенсіз. Мелаш нәрселерді бүтіріп қойыпсыз, Bismillahirrahmanirrahim. Ой, бұл қатар түзілген уйлар. Не фермачылық қылып өле, қату өле баштаған екенсіз, неге сатып атасыз білбей қалдым да. Сарайдағы чотка құрылып тұр. Көзіңіздер күйіп атауы, аттар, уйлар, тетігі жақтан корымға байланған бұқалар тұрады. Так, бұл жақта ключатель. Ключатель бияқта. Трехфазка тоқма ол жақтан тартылып тұр. Сүт тапшырып атауы еме? Холодильниктер. Ол жерде камера тұрады, көрдіңіздер бе? Еме сарайды өзіңіз подробно түсіндіріп беріңізші. Бұл жерде бір четтен тұрайлы. Бұл жері мындай мақсатта, мындай жерлері бар деп. Мұна жер 23 батат, бұл жағына 23 батат. Тияғы дәрі ошандай 23, бияғы 23. Общий 4 тарапты өйген олы? 4 тарапты салынған 100 местаға да. 100 местаға. 100 местаға. Мұнаки мұна суыны күлчет етес, су болса кішінеке скатменен кетіп, өздерді аяғына чейін барады. Сөйтігі мұндай айсымалы екен, мұндай? Аяғына чейін бараттағы, берден рабочий қарап тұрады, ичіп біткенден, оны жауып қойаттағы, су тоқтап қалады. Анан поочередности қайра кетті, тігіділі ошондайда, кранчикмен. Бар кранчикменен? Ана метіп қойды. Бұл екі бочка болса, бұл болса резервуарный бочкада. Резервный, резерв. Қошымча? Қошымча. Вдруг су жоқ болып қалса, марғандай өт, біз болса постоянно екі бочканы толтырып қойыз. Если вдруг су жоқ болып қалса, аяқтан бияқа беріп қойыз. Анан бұл сүт сақтаған ғой? Бұл болса сүт сақтаған. Өте жақ. Көңіл бұрып қойып. Мынау уйларды сағайсыз. Ама калитка жемқанаға өтеді? Жемқана бияқтан кіреді. Мына жемқана. Көрбөділік. Бұл болса берден кіріп тұрулы. Жемді алып. Жерден тачкаға салаттағы жемді. Бияқа алып барып тұрып, мұна чоң тачка мұнаке. Темір чоң тачкаға салат. Апарт төгет бұқаларға? Апарт тұрып. Өзінің меркасы бар. Мынау мерка. Меркасы бар. Оша меркаменен салып тұрып, әр бір бұқаға береді да, оша мерка. Анан чөп жақа бұл? Сеневал бар. Баяғы Сеневал. Мен айланбайсыңар, сарайдың ішінделі да бүт бары. Бұл жақтағы стяжка қойып, ой, тачканы айда барлы келеді кен, тачканы айда аппараттағы салаттағы қайра келеді. Берді өте сложность жоқ, сарайдың ішінделі да бүт бары үшін. Қиналбай жоқ, тияққа барып, апкөлмейм деп, қиналбай. Жүріңіз, бұл жаққа бара қарап басалы. Мұғы текче қылып қойсыз, Сулар ұшы жақта сақталады, бүт бұйымдар үшін үстеге қойылады екен. Жерге қойылады. Аккуратно, конкретно болып тұрады екен. Жиптер, бияқтан, қайсын тияққа байлаған, бияққа байлаған бүт бір жерде. Аптечка бар тияқта. Мұны аптечка, Аптечка, ішінде осы дары бар. Мұны су келіп тұрып кете деген бұл жақтан? Бұл болса, артқан су болса, бияққа кетіп қалады дегендейші. Артқан су. Мұны бұқаларды алдырып бағайын дедіңіз біле? Шыны алып, жақындал алып келдік. Порода болса ангус. Ангус. Әулекөлдер де бар екен, Әлекөл бар, бір 10 шақты әлекөл, қалғаны бүт болса ангус. Ангус. Өте жақшы. Бізге жақты, туғандар. Проекті сіздерді ұрдаңыздар, мұна шындай проектті сарай салып көріңіздер. Бізге жақты, сөзсіз. Электричество барын кіргізіптір, камералар кірілген. Қысқасы коммуникацияны бүтеле кіргізіп қойыпсыз. Малшыға да оңой. Бүт бары қылынған. Стяжкада зор қойылыптыр. Жана дойканы алып келсе дағы сіздер малды қарай берсеңіздер, жеңе өз келіп дойканы жылдырып, сау етіп кете береді. Бурштардағы еске алынған. Көрдіңіздер мұны? Бүт өзіңіз құрдырыптыр. Темір каркастар тұрған профильдер. Үсті утепленный тұрбай, бе? Атайын темір да. Темір чиріп кетпесі үшін әнағындай әме қойылғанда қағас сияқты да, патент етпейді, темірге жауышпайды, темір болса чиребейді да. Үстінде лист бар да? Үстінде лист бар. Ошондай жасалынғанда Шул жағында еске алып тұр. Қымбатты бұл материал болып өмелгенде бар. Түшіндіңіздер да туғандар. Темір листі чиритіп жібербейді екен. Бізге жақты. Сарайды бір рет көрдіңіздер, танышып шықтыңыздар. Эми
Сыртқа да чыгып көрөлү, сыртта эмнеңиз бар экен. Ал жакта проекттерди көрөлү. Жанакы малдын сидиги кеткен сливти да бир көрөлү бар. Эмне слив бар экен ал жакта. Могул жер ачылып жабылат экен, Ачылып жабылат. Жак как вытяжка сыяктуу. Вытяжка дейбиз. Бу жерде да бир камера турат устунда. Bir kamera. Эки дарбазалуу. Ол жактан дагы уклон болуп кетет а сийдиктер бар. Тигил сийдик, анан аккан жана ичип суу уйлар, букалар ичип бүткөндөн суулар, остаткалар мындай келип туруп, мындай келет. Бул жагы менен келип туруп, анан уклон экен, сливка кетет да. Могу слив бе? 100 куб дедиңиз беле? Ооба, биякта ушу 100 кубтук слив бар да. Эми ичи караңгы болсо керек, мына ушундай 4 бустук көрдүңүздөр. Чоң, өтө чоң да. Чоң, чукур дагы, Ооба. Чоң трактор менен казылып, анан чоң плиталар отургузулган. Плита коюлуптур. Анан да өзүнчө угловой бар экен, угловой өзүнчө да. Жаш торпоктор, аулеколдор турат го, ангус менен аулекол. Ангус. Мына аулекол. Кандай дейсиз? Бельгийский. Бельгийский. Бу канча экен? Жакшы кылыпсыз. Сарайды көрдүңүздөрбү? Пескоблоктордун фундаменти жакшы куюлган, мына жылма болуп куюлуптур. Демек ополовка жакшы болгон. Анын астына подушкасы бар экен, фундаменттин астына. Бери чыгып турган. Үстүнөн дагы мына сесмопой куюп коюптур. Демек бузулбас. Могул жер атайын мындай чукур жер экен, атайын. Бу жерден трактор сүрүп алып кетет. Жүктөп кетет. Туугандар, биз бул агабыздын ушул мал фермасынын жайынан тааныштырдык, бүт шарты бар экен. Өтө идеалдуу мейманканасы дагы бар экен. Адамдын просто чакан болсо да, адамдын мындай көңүлүн ачып, ушул жерде жаткысы, кеткиси келбей турган жер экен да. Малды сүйгөн адам алса, кирип салынганда бүт бар. Көңүлү менен салынган. Азамат ага. Негизи жанагы малды сүйгөн адам келип туруп жанакы жагыңызда жашап, кооз жерде жашап, көңүлү ачылып келип, малды карап дегендей. Анан бул жердин жайытын сүйлөшүп коелучу ага. Бул үстүңүз уже поле окшойт, жай. Үстү поле. Мына тоо тарап жакын эле. Маяктын бүт бар поле. Если ушунчалык дагы көбөйтүп, дагы маяка салып эме кылам десеңер, малды жайсаңар да болот да. Саан үй болсо жайган жакшы да турат. Саан үй көбөйтөм десе, андан шарттар да жакшы. Ол эми ушунча ферманы сатып алсаңыз, малды кайка алып барам деп буларды сатсаңыз керек, Ооба, сатылат бүт бары. Бул мындай айтканда келишимдүү. Сарайды өзүнчө сатылат, бул жакты алам дегендер болсо желательно келип көрсө да болот. Эми если сарайды дагы, малды дагы кошо сүйлөшөм, дүң сүйлөшөм десе, малды да, жемди дагы сарай полностью алат. Чөп дагы. Чөп бүт бары алат. Анан кээ чөбүңүздү менен алат элем, жемиңизди менен алат элем, чала берет. Мен жемди алам, мен жемди алып кетсе, мен малды кандай кармайм. Ошон үчүн если бирөө келип, мына 50 буканы алам, 8 уйду алам, жем кана, мына эмкана менен ушу дүң эсептешебиз десе, анда мен ошого эме кылам да. Анда мындай экен да туугандар. Биринчи букалар сатылып кетсе, андан кийин жем чөп сатып берет экенсиз да. Да. Түшүнүктүү. Болду. Бул жак мал, жем чөп булар өзүнчө сүйлөшө турган нерсе. Биздин негизги планыбыз мына ушул жерди көрсөтүп берүү. Үй, малкана, сарай, мына ушул жер. Баарын канча деп атасыз, канчага бересиз? Мал менен кошобу же без малбы? Малды өзүнчө бөлгөндө. Бул жактын өзү чисто. Чисто жем канасы жок. Жем чөптү аралашпайбыз, бул жак полный. 150 миң доллар. Мал жок өзү. Мал жок өзү. Сарай, үй кирет, болду. Полностью үйдүн ичинде жана гарнитур бүт бар калат. Мебелдер да. Мебелдер бүт бар калат. Күн батыш тараптагы забор менен чек экен. Бизге жакшы өтө кеңири жер. 150 миң доллар. Биз эч нерсе дей албайбыз. Сиздер жеринен көрдүңүздөр. Ар бириңиздерге жакты деген үмүтүбүз бар. Бизге дагы сөзсүз жакты. Болгон экран астынан номерлерге чалып туруп, ээси болгонго жетишип калыңыз туугандар. 150 миң доллар. Ага сиздер мындай жерди куруп бүтүрө албасаңыздар керек деп ойлойм. Сиз болгону срочно сатам деп атасыз да? Ооба. Акча керек болот. Ооба. Мына ушундай туугандар. Ар кимге ар кандай шарт, ар кандай сыноо туура келет, туура түшүнөсүздөр. Эгер жаккан болсо, алайын деген ниетиңиз болсо, сөзсүз чалып кайрылыңыз. Биз видеону жыйынтадык. Мына ушул жердин ээси эртерээк келсин, ушул жерде бала чакасы көбөйсүн, малы көбөйсүн. Иштериңизге ийгилик ага. Рахмат. Биз да жыйынтадык. Силерге да ийгилик. Аманчылыкта көрүшөлү. Рахмат.